Зейін, иә, Ташкент ежелден қазақ пен өзбек қатар мекендеген қасиетті қала. Ол ғасырлар бойы Түркістан аймағының саяси және сауда орталығы болды. 1924-28 жылдары Кеңес үкіметі Орта Азия республикаларының шекарасын ұлттық межелеу деген науқанмен жасанды түрде қайта бөлді. Сол кезде Ташкент қаласы мен оның маңы Өзбекстан құрамына өтті. Бірақ бұл бір халықты екіншісінен айырып тастайтын бір тарихи трагедия емес деп ойлаймын. Ортақ тағдырдың бір кезеңі. Қазақ пен өзбек тамыры бір түркі жұрты, мәдениеті мен діні ортақ, бауырлас халық. Ташкент қазақтың да өзбектің де тарихында ерекше орын алған қала. Оны бөліспей бірігіп қадірлеу керек деп ойлаймын. Бүгін ең маңыздысы өткенге өкпе емес, бауырластық пен өзара сыйластық болу керек. Тарихты бұрмалау емес, сабақ алу керек.